Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 17-ші сабақ. Менің туыстарым. Оқушылар, біздің жақын туыстарымыз атамыз, әжеміз, әкеміз, анамыз және аға, іні, қарындастарымыз. Туыстарым менің. Баламын естімен, атамнан естіген ең жақын адамдар әкем мен анам бар. Маған ең жақын адам олар әкем мен анам. Ол кісілер мені өмірге алып келген. Әкем ақылын айтып бізге тәрбие береді. Анамыз да тәртібімізге қарап, тәтті дәмділер пісіріп, біздің жағдайымызды жасайды. Әкемнің әкесі ақ басты атам бар. Менің әкемнің әкесі ол атам. Атам біз ас ішіп болған соң бата береді. Ата бізге ақыл өнегесін айтып отырады. Әкемнің анасы ақ шашты әжем бар. Әжеміз бізді еркелетіп, бізге ертегі айтып береді. Және әжеміз жүннен ұршық иіріп, жіп жасайды. Одан бізге жылы-жылы шұлықтар, киімдер тігіп береді. Атамыз бен әжеміз біздің асыл қазынамыз, біздің байлығымыз. Себебі үлкендер біздің тілеуімізді тілеп отырады. Ұлдардың үлкені бір туған ағам бар. Біздің үйде ұлдардың ең үлкені ол ағам. Ағам домбыра тартқанды жақсы көреді. Ағамыз бізге қамқор болып жүреді. Қыздардың үлкені бір туған әпкем бар. Біздің үйде қыздардың ең үлкені ол әпкеміз. Әпкеміз бізге сабағымызға, оқуымызға қарап, шашымызды тарап береді. Әпкеміз бізге қамқор болып жүреді. Ұлдардың кішісі бір туған інім бар. Біздің үйде ұлдардың ең кішісі ол ініміз. Біз інімізге жақсы қараймыз. Оған қамқор боламыз. Оған көмектесеміз. Қыздардың кішісі бір туған қарындас әпкеге сіңілі бар. Біздің үйде қыздардың ең кішісі біздің қарындасымыз, ал әпкемізге сіңіліміз бар. Ол қыз өте ерке және ақылды. Ол балабақшаға барады. Біз өте тату тәтті отбасымыз. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Сіздердің отбасыларыңызда неше адам бар? Комментарийге жазып кетіңіздер. Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.